Ассалаумағалейкум. Өткен күннің өзекті ақпараттарын Ақшам телеарнасы өздеріңізге ұсынады. Бүгінгі таразы басын тартылатын басы тақырыптар мынадай. Қаламызда дін істер бойынша бірқатар ақпараттық түсіндіру жұмыстар жүргізілуде. Егов Мобайл қосымшасы жеке куәліксіз жүру мүмкіндігін бермек. Елімізде жұқтырылған иммун тапшылығы синдромына қарсы күрес айлығы жалғасуда. Жамбас сүйектің қатерлі ісігіне шалдыққан Вилен Прокофьевке қаржылай көмек қажет. Шынболат Ділдебаев атындағы Кеншілер сарайында Нұр-Мүбәрак Египет Ислам мәдениеті университетінің ұстаздары Шәмшат Әділбаева мен Серік Тәжібаев қала жұртшылығымен кездесті. Басты мақсат діни сауаттылықты арттыру. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қазіргі кезде жаңартылған әлеуметтік қоғамның дамуында, жеке адамның қалыптасуы мен рухани мәдениеттің артуында Қазақстандағы діннің жағдайы орасан зор рөл атқарады. Бүгінгі күні мемлекетімізде ислам діні бір кездегі арнасына қайта толып, өз қарқындығымен өсіп келе жатыр. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты жоғары білімді дін мамандарын даярлайтын Алматы қаласындағы Нұр-Мүбәрак Египет Ислам мәдениеті университетінің оқытушылары Шәмшат Әділбаева мен Серік Тәжібаев қаламызға жұмыс сапарымен келіп, жұртшылықпен кездесті. Іс-шара барысында мамандар дәстүрлі дін мен деструктивті діни ағымдардың ара жігін ажыратып, қазақ халқының салт дәстүріндегі діннің рөліне кеңінен тоқталды. Қазақ халқының қалыптасқан ұлттық дәстүрлері мен ділдік ұғымдарының негізі ислам дінінен өрбіген және ислам дінінен өрілген еді. Тіпті кейбірі бұлай алып қарайтын болсақ, түбі негізі ислам дінінен қалыптасқан. Қандай да бір халықтың егер дәстүрін, ділдік танымын саралайтын бір таразы керек болатса, ол таразы ретінде дінді алуымызға болады. Себебі қандай да халық болсын, оның негізгі мәдениетін, дәстүрін және ділін қалыптастыратын сол халықтың ұстанған діні болады. Қазақ халқының 1000 ғасырлық тарихы бар. Осы өзіміздің мұсылмандығымыз біздің негізгі дәстүріміздің қалыптасуына, сол дәстүріміздің күнне қазіргі таңға дейін жалғасын табуына ең үлкен себеп болған осы біздің өзіміздің асыл дініміз. Бұны 1910 жылдары біздің қазақ халқының ойшылы, ағартушысы Ғұмар Қарашты айта кеткен. Нұр-Мүбәрак Египет Ислам мәдениеті университетінің оқытушылары атап өткенде, елдің тағдыры тек саяси, экономикалық, әлеуметтік стратегияны дұрыс таңдаумен ғана емес, сонымен қатар рухани саламен де тығыз байланысты. Дін адамзат тарихының бағытын анықтайтын маңызды факторлардың бірі, алайда оның әлемінде жоғалып кету оңай. Көбінесе діни сауаттылығы төмен азаматтар теріс ағымдағы діндердің жетегінде кетеді. Сондықтан да адамдарға бейбітшілік пен жалпы ұлттық келісімді сақтауды насихаттайтын және діни сауаттылықты арттыруға бағытталған мұндай кездесулердің қоғамда маңызы зор. Диана Абдықалықова, Еркебұлан Ержан, арнайы Ақшам жаңалықтар үшін. Бұған дейін мекен-жай анықтамасын сұрату қолданыстан алынған болатын. Енді қазақстандықтар жеке куәліксіз де жүруге мүмкіндік алуда. Егов Мобайл қосымшасы осы мүмкіндіктерге жол ашуда. Бұдан былай жеке куәлікті бір себептермен үйге қалдырып кетіп, алайда ол қажеттілігін тудырып жатса, ол үшін еш алаң болмаңыз. Жаппай цифрландыру қазақстандықтарға қалтасына құжат салып жүрмеуге мүмкіндік береді. Ол үшін Егов Мобайл қосымшасын жүктеп алып, электронды нұсқасын ұсынсаңыз жеткілікті. Қосымшадағы мұндай функцияны ұлттық ақпараттық технологиялар компаниясының мамандары әзірлеген. Құжат қазірдің өзінде Android және iOS жүйелеріндегі барлық Егов Мобайл қолданушылар үшін қолжетімді. Бүгінгі таңда мемлекеттік қызметтерге қол жеткізу оңтайлануда. Ол үшін сіздің қолыңызда смартфоныңыз болса жеткілікті. Ұялы телефоныңыздан Telegram бот арқылы 20, ал ВКонтакте бот 19 және Facebook бот мессенджерлер арқылы 15 мемлекеттік қызметті алуға болады. Танымал әлеуметтік желілерде боттарды іске қосу мемлекеттік қызметтерді ұсынудың қосымша платформаларын жасайды. Қызметті алғаннан кейін қолданушы виртуалды кеңесшімен диалог жүргізеді. Анықтамалық ақпарат
ақпаратты egov.kz порталына кірмей және электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдаланбай ала алады. Сонымен қатар egov мобайл қосымшасы арқылы тағы 28 танымал мемлекеттік қызметті алуға мүмкіндігі бар. Қолдану қызметі барынша ыңғайлы болу үшін 4 таңбалы пин-кодқа немесе қондырылған биометрияға қол қою, Face ID немесе Touch ID саусақ таңбасы арқылы қол қою кіру жүйесінде қызмет атқарады. Бұл қосымша арқылы сіз өзіңіздің және халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерлерінің уақытын үнемдейсіз. Сондықтан берілген мүмкіндікті қажеттіліктеріңізге жаратсаңыздар болады. Аталмыш қосымша тек қана жеке куәліксіз жүруге мүмкіндік беріп қана қоймайды. Бұдан өзге, жұмысқа, салық органдарына, елшіліктерге және сотталмағаны туралы, жылжымайтын мүліктің бар жоғы туралы, неке қию немесе ажырасу анықтамалар сынды басқа да ведомстволарға ұсынуға қажетті анықтамалар мен құжаттарды алуға мүмкіндік береді. Ол үшін халыққа қызмет көрсету орталығына барудың қажеті жоқ. Авторизация жасау үшін электрондық цифрлық қолтаңбаның болуы және ұялы телефонның номері egov порталындағы жеке кабинетте тіркелуі қажет. Осыдан кейін мобильді қосымшаны жүктеп алып, қажетті анықтамаңызға қол жеткізуге болады. Алтынгүл Төлегенова, Әділхан Қали, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Желтоқсанның бірі дүниежүзілік жұқтырылған иммун тапшылығы синдромына қарсы күрес күні. Осыған орай елімізде инфекцияның алдын алу мақсатында айлық жарияланып, науқан аясында түрлі профилактикалық шаралар өткізілуде. Тақырыпты толығырақ әріптесім тарқатады. Дүниежүзілік жұқтырылған иммун тапшылығы синдромына қарсы биылғы науқан қоғамдастықтың шешуші рөлі ұранымен өткізіледі. Шараның мақсаты қоғамның әлеуметтік, саяси, діни және басқа да басшылардың назарын жұқтырылған иммун тапшылығы синдром мәселесіне аудару, қоғамдағы дертке көп болып жұмыла қарсы тұруға үндеу. Науқан аясында қаламызда айлық жоспар құрылып бекітілген болатын. Сәтпаев қалалық емханасында өткен дөңгелек үстел барысында 5 қарашадан басталып 5 желтоқсанға дейін жалғасатын айлық аясында жоспарланған іс-шаралар легі таныстырылды. Өздеріңіз білетіндей 5 қарашадан бастап 5 желтоқсанға дейін жетіспен күрес науқан өткізіледі. Осыған орай Жезқазған аймағының денсаулық сақтау басқармасы өкілдігінің басшысы Ләззат Ранованың бұйрығы негізінде Сәтпаев қаласының емханасында дүниежүзілік жетіспен күрес күніне арналған айлық ұйымдастыру және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары құрылып бекітілгенді. Және өз кезегінде Сәтпаев қаласы әкімінің орынбасары Айгүл Төлентинамен жалпы қалалық іс-шаралар жоспары бекітілген. Осы жоспарға сәйкес өткен аптада халық көп шоғырланған сауда нүктелерінде жастар денсаулық орталығының өкілдері тұрғындарға қызыл лента таратып, ВИЧ инфекцияларының алдын алу және ерте диагностикалау туралы толық ақпаратпен қамтамасыз етті. Дөңгелек үстел барысында Қазақстанда ВИЧ инфекциясын жұқтырғандардың көрсеткіштері де талқыланды. Еліміздегі ахуал күрделі болғандықтан жетіске қарсы күрес айлық барысында медицина қызметкерлері адамның иммун тапшылығы вирусынан туындайтын және иммундық жүйені біртіндеп зақымдай беретін бұл аурудың қауіпті індет екенін ескерту мақсатында қала тұрғындарына жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, ашық есік күндерін өткізуде. Жастар денсаулығы орталығы мен дөңгелек стол жетіс таңдаймын деген тақырыппен 9 бен 11 сыныптарға 27 мектепте, 5 мектепте, 19 мектепте домалақ дөңгелек стол болды. Жүре пайда болатын жыныстық жолмен жұғатын инфекциядан қорғау жөнінде ақпарат жүргіздік. Айта кету керек, компания шеңберінде әлеуметтік желілерде ВИЧ туралы айтамын хэштегімен «Мен неге АИТВ туралы айтамын» челленджі бастау алды. Челленджге қатысушылар АИТВ-ға қатысты мәселелерін, жеке оқиғаларын айтып, 1 минуттық роликпен бөлісе алады. Диана Абдықалықова, Әділхан Қали, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Сәтпаев қаласының тумасы қаламыздағы Сәтпаев Арландары атты хоккей клубының белсенді ойыншыларының бірі. Вилен Прокофьевке қаржылай көмек қажет. Қайырымды жандар қол ұшын берсе, жамбас сүйектің қатерлі ісігіне шалдыққан жерлесіміз шетелде ем алмақ. Вилен 2001 жылдың 22 сәуірінде Сәтпаев қаласында дүниеге келген. Хоккейдегі алғашқы қадамдарын Сәтпаев Арландары командасында бастап, 2013 жылы Барыс балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіне шақырту алған. Вилен Прокофьевтің спорттағы жетістіктері жетерлік. Еліміздің үміт артқан хоккейшілерінің бірі десек қателеспейміз. Мына бейнеде ол өзінің командасымен бірге ел чемпионатында қарсыластарын ойсырата жеңіп, кубокқа ие болып жатқан қуанышты сәттері.
3 жыл қатарынан ақ барыс қақпасын қорғап келген ол 2 жыл бойы жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаттарында Қазақстанның атынан өнер көрсеткен. Бүгінде аталған хоккей командасының қақпашысы Вилен қайғылы жағдайға тап болып, оның денесін Юинг саркомасы, яғни сүйек обыры дерті табылған. Бүгінгі таңда оның дос-жарандары мен туыстары бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жас хоккейшінің науқасын жеңіп, хоккей алаңында қайта үздік ойын түрін көрсету үшін қаржылай көмек қолын жинауда. Сондай-ақ ауруға дес бермей, оны жеңіп шығуға моральдық түрде де қолдауларын білдіруде. Вилен, здравствуй! Вилен, біз сенің жағдайымен етене таныспыз. Сен мықтысың. Бұл басына түскен ауыр сынақ болар. Бірақ сен бұл ауруды жеңіп шығасың. Біз оған сенімдіміз. Қатарымызға қосылып, көптеген чемпионаттарда жеңісті ойын түрін көрсетуіне шын жүректен тілектеспіз. Біз әрқашан сенімен біргеміз. Дорогой наш Вилен. Қымбатты Вилен, біз сені жақсы көреміз. Біз сені үздік ойыншы, үздік спортшы, жастар арасындағы барыс командасының үздік қақпашысы ретінде өте қадірлейміз. Үлгі тұтамыз және барлығымыз сенің бұл дертті жеңіп шығатынына сенімдіміз. Сондықтан да тез сауығып кетуіңді тілейміз. Сен біздің команданың айнасысың. Біз бәріміз әлі талай жарыстарда қарсыластарымызды бағындыратын боламыз. Мықты бол, берілме. Ағымдағы жылдың мамыр айында оның оң жақ саны мазалап, көптеген зерттеулер мен талдаулардан өткен. Сараптама нәтижелерінде Виленнің бойынан сүйек обыры табылған. Мамандардың айтуынша бұл сирек кездесетін, жедел дамумен сипатталатын қатерлі ісіктердің бірі болып табылады. Қазіргі таңда Вилен әрі қарай ем алу үшін Мәскеудегі мамандандырылған клиникаға жіберілмек. Алайда ол жақтан алатын ем-домы қымбатқа түсуде. Сондықтан да қайырымды жандардан қаржылай көмек қолы созылса деген ниеттері де жоқ емес. Жанұяның бар үміті қайырымды жандарда. Егер сіз де жас хоккейшінің саулығын тілеп, өзінің құрдастарының қатарына мейлінше тез қосылғанын қаласаңыз, игілікті істен құр қалмаңыз. Қандай да бір көмек қолын беремін деушілер экранда көрсетілген есеп-шоттарға қайырымдылық жасап, қаражат аударсаңыздар болады. Алтынгүл Төлегенова, Виктория Жараспаева, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет, жақсылықта жолығайық.